Ассалаумағалейкум, ардақты көрермен. Алтай арнасында кейіпкер хабары және оның жүргізушісі мен Данияр Қайратұлы. Кейіпкердің бүгінгі қонағы тарихшы, аудармашы, жазушы ағамыз Тұрсынхан Зәкенұлы. Тұрсынхан аға, ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Уағалейкум сәлем. Енді өзіңіздің осы қарбалас жұмысыңызда, осындай қарбалас келген сапарыңызда бізге уақыт бөліп сұхбатқа келіскеніңізде көптен көп рахмет. Енді сұхбат болғаннан кейін ең алдымен бірінші сұрағымды қоя кетсем сізге. Сұрақ, сізді жұрт тарихшы, профессор ретінде жақсы таниды, алаштың азаматтары абырой атағыңызды жақсы біледі. Бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, әкеңіз Хамза осы жыр дастандарды жақсы білген деп. Әкем інісі. Әкеңіздің інісі, иә. Енді осы бір қасиет сол кісіден жұқты ма, әлде өзіңіз осы бала күннен тарихқа, осы тіл әдебиетке қарай жоқ болдыңыз ба енді? Сол жайлы сөз қозғай кетсеңіз. Сол кісінің де әсері болған шығар. Өйткені ол кісі мынау Қалқама Мамыр, Құралай сұлу, тағы басқа жырларды жатқа айтатын. Кәдімгі өзінің бір мақамы бар, сонымен үлкен жиын тойларда отырып алып өзі жинап алады, маңайына жиналады, соны өзі айтады. Оны о кезде тойларда бүгінгідей емес, енді би билеп жаңа музыкаға, ондай жағдай жоқ. Дала жағдайында, қар жағдайда елдер мына жақта біреу ән айтып жатады, біреулер айтысып жатады, біреулер жыр терме айтып жатады. Сонда сөйтіп өзі бөлек сондай бір мәдени шаралар өтіп жатады. Бұрынғы қазақтың тойымен Бұрынғы қазақтың тойы ол. Қонақтар кеп тамағын жеп кетіп жатады. Олардың алдына кәделі табақтарын пысық жігіттер ана жақтан етті жасап әкеп тартып жатады. Тамағын жеп, бетін сипап, батасын жасап кетіп жатады. Таңертеңнен кешке дейін сондай той болады. Біреу ерте келеді, біреу кеш келеді. Сағат минутын белгілеп қойған жағдай жоқ. Содан кешкі той болады. Кешкі тойда қыз боз балалар ауылдың өнерпаздары жиналады, үлкендер жиналады. Соны отырып алқа қотан, үлкен киіз болса киіз үйді, қыстау болса қыстауында отырып, өзі үлкен мәдени шаралар солай өтіп жатады өзі. Табиғи түрде. Ауылда басталды дейсіз ғой, үлкендердің. Содан кейін енді сол эпикалық жырларды осы таң құрып айтатын талай менің Хамза әкейім, енді кіші әкем ғой. Сол кісіден басқа да талай жігіттер болды. Мен өзім жас кезімде мына топтық еңбекке көп араластым. Топтық еңбек деген сөз ол коллектив еңбек, ұжымдық еңбек. Ол кезде Қытайда да сол жұмыс шаруашылық болды ғой. Сол жақта да. Соны сол біз бойымыз қалқынды болып қалған кезде бізді қоймайды, алып кетеді жұмысқа. Соны жұмыс істедік. Шөп шаптық, тоған қаздық, ағаш кестік, мал бақтық. Бәрін істедік. Қарапайым ауыл баласының еңбекке дағдылануы дейсіз ғой. Еңбекпен өстік. Жақсы. Еңбекпен өстік. Енді түркология тақырыбын қозғағанда енді түбін түсіресіз ғой. Енді бір сұрағым осы, неге осы саланы таңдадыңыз жалпы, несімен қызықтырды? Мен өзім тарих факультетін бітірдім. Тарих факультетін оқып жүрген кезде бізге мықты профессорлар сабақ берді. Мынау Шыңжаңның, Шығыс Түркістан өлкесінің жергілікті тарихы, ұйғырдың тарихы, қазақтың тарихы, моңғолдың тарихы деген сияқты тарихтар. Бізге жалпы дүниежүзі тарихы, Қытайдың тарихы деп бөледі. Соның бәрін оқыдық, оны да құлшынып оқыдық. Бірақ соның ішінде осы жергілікті өзіміз туып өскен өлкенің тарихына өте қызықтық. Соның ішінде мынау қазақтың тарихы деген келгенде тіпті. Нығымет Мыңжани деген ағамыз, сол кезде Жақып Мырзаханова деген ағаларымыз осы қазақтың тарихын жазып жатқан кездер. Мақалалары шығып жатты. Қазақ тарихында деген бір жаңа құлшыныс пайда болды. Сонымен бірге түркі тарихы туралы мықты мамандар, профессорлар сабақ берді. Олар кейін кетіп қалды шетелге. Алда Гарвардқа кетіп қалды.
сондай бір мықты маған түркі тарихынан сабақ берген Қақар Барат деген менің ұстазым болды. Ол мынау Қытайдың жаңағы атақты Будда манағы Шуанзаңның батысқа саяхаты деген әйгілі шығарма бар. Сонау 9 ғасырда драмалық үлгісі пайда болған ғой. Түркі тілінде. Көне ұйғыр жазуында. Соны зерттеген маман ол. Неміс тілін біледі, түрік тілін біледі, ағылшын тілін біледі. Сол кезде сол бізге түрік тарихын өтті. Таңғажайып енді, өтісі. Содан шабыт алдым мен. Нұрбо деген бір профессорымыз Моңғол тарихынан сабақ берді. Керемет. Студенттік кезде оқытушылардың ықпалымен болды ғой. Ойраттың тарихы туралы, Моңғолдардың тарихы туралы керемет дәрістер берді. Онан ұйғырдың тарихы. Мөйден деген профессор ұйғыр тарихы туралы. Анау ерте заманнан қазірге дейінгі. Бірақ анау көне ұйғырлардың тарихы деген бір ғажайып нәрсе болды. Ол көне ұйғырлар бәрімізге ортақ. Мына ұйғырларға солардың аты берілген ғой. Ал сол көне ұйғыр деген өзі көшпенді халық, түбі ол Оғыз мемлекет ол. Оғыз деген бәрімізге ортақ түркі халқына. Ол ұйғырға да ортақ, ол қазаққа да ортақ, басқа да. Но қазіргі Түркия түріктеріне де ортақ. Қыпшақ бәріне ортақ. Содан тарадық қой бәріміз. Оны бөлектеуге болмайды. Мынау ол тек ұйғырдың тарихы деуге. Ол бәріміздің ортақ тарихымыз. Ол кейін Қараханитер мемлекетінің тарихымен ұласады ары қарай. Ана Бұғра хандардың тарихы. Қарахандар мемлекетінің тарихында екі орталығы болған, соның біреуі қазіргі Баласағұн Шу бойындағы. Енді бірі Қашқар. Осы екі астана болған. Сөйтіп біздің осы мемлекеттілік тарихымыздың ода бір үлкен бастауы деп қараймыз. Осы орайда бір сұрақ қойып кетейінші. Енді ол деректердің барлығы қазақ тілінде берілмеген. Әр жерден, әр мұрағаттан іздейсіз. Өзіңізді бірнеше тілді жетік білет деп оқып естідік. Өзіміз таныстық. Қытай, ұйғыр, өзбек, шағатай сияқты тілдерді жақсы білесіз. Енді осындай көп тілдерді білу, оларды меңгеру, зерттеу сізге енді еңбектеріңізде қаншалықты көмектесті, ол не берді сізге? Ол жақсы ғой. Біздің мен мына туысқан ұлттардың тілін өзім мен анша бір бөтен тіл, шет тіл деп есептемеймін. Ұйғырдың тілі болсын, өзбектің тілі болсын, қырғыздың тілі болсын, татардың тілі болсын. Бұл біздің тілдеріміздің бір диалекті ғана. Енді кішкене түркі тілі басқашалау. Ол басқаша қалыптасқан енді. Сондықтан енді бұның барлығын тілді көп білген жақсы. Әсіресе мына түркі тарихына қатысты көне мұрағаттар, Тұрфан Доңқан ескерткіштері деген бар, ғылымда белгілі, көне түркі тілінде жазылған дүниелер. Солар қазір мынау шетелдің, Францияның, Англияның, Германияның, Ресейдің Санкт-Петербургтың мұрағат қорларында жатыр. Олар алып кеткен кезінде. Қытайда ішкі соғыс болған кезде, азамат соғысы. Бұл мәдениетке деген көзқарас төмендеген кезде, халық жанбағыс күйін күттіп кеткен бір замандарда, қиыншылық кезеңде соғыс. Олар сол түркілердің көне мәдени жәдігерліктерін шетелге алып кеткен. Түйек артып, экспедициялар болған, артырынан. Сонда Доңқаңдағы, Тұрпандағы ескерткіштеріміздің бәрін алып кеткен. Бұл көп залал келтірді ме біздің қазақтың тарихына? Әрине, өйткені қол жетімсіз болып қалды. Сол мұрағаттарды зерттеу үшін енді осыларды жаңағы жүйеге келтіріп, классификациялап, зерттеген немістің ғалымдары, француздың ғалымдары, біз одан құралақан қалдық. Орқын ескерткіштерін зерттегенде мына нелер ғой? Даниялық ғалымдар. Оның өй мына Томсон, Вильгельм. Радлыптар, Томсон, Вильгельм Томсон,
1893 жылы сол көне түркі ескерткіштерінің кілтін ашқан. Жалпы біздің осы түркілік мәдениетімізге өзімізден гөрі басқалар, басқа өркениетті әлем назар аударып, солар зерттеген. Бүгінге дейін солар зерттеп келе жатыр. Біз өзіміз соған өте жете назар аудармаймыз. Шынымызды айту керек. Қазір ана Тұрфан Дұңхан ескерткіштерін зерттеп жүрген бірде-бір маман жоқ бізде. Түркологпыз деп, ойбай түркологиялық керемет бір жұмыстар жасап жатырмыз дегенмен, біз нақты мәселені зерттеуге келген кезде құралақан қалып отырмыз. Сол батыстың ғалымдарының зерттеген нәрселеріне, сол зерттеп тастаған нәрсесінің өзін игере алмай отырмыз ғой. Ал ана Тұрфан Дұңхан ескерткіштері ол тап-таза біздің көне әдеби тіліміз. Ана Орқын ескерткіштері бар ғой, Күлтегіннің. Содан кейінгі жазба әдеби тіліміз сол Тұрфан Дұңхан ескерткіштерінде сақталған. Формасы жағынан сақталу. Аналар тасқа жазылса, аналар қағазға жазылған. Мінекей. Түрколог қауымдарымыз осы тұста ақсап тұр ғой біздің. Ал енді мазмұны жағынан айтқан кезде Күлтегін мына Тоныкөк, Білге қаған ескерткіштері мемлекеттік саяси мәселелер жөнін қозғаса, ал Тұрфан Дұңхан ескерткіштері көп жағдайда әлеуметтік тұрмыстық мәселелерге қатысты құжаттар. Және кейбір діни туындылар. Майтри Смит сияқты, ырық бітік сияқты туындылар. Өзіңіз білесіз ғой, мәңгілік ел деген бағдарлама болды бізде. Сол мәңгілік ел мен Күлтегін ескерткішіндегі мәңгілік ел тұжырымының сәйкестігі бар ма? Қаншалықты? Бар, әрине. Мәңгілік ел дегенде біз бүгін ойлап тапқан нәрсе емес ол. Ол тарихи негізі бар нәрсе. Мен Мәңгі тас деген роман жаздым. Оған не себеп болды деп сұрамайсың ба? 2001 жылы Күлтегін ескерткіші Астанаға келінді. Май айының 18 күні. Еуразия ұлттық университеті. Әлі есімде. Ол біздің мемлекетіміздің саяси, рухани өміріндегі бір үлкен өзгеріс болды. Неге саясиді айтып отырмын? Себебі Орқын ескерткіштер, соның ішінде Күлтегін ескерткіші үлкен саяси мәнге. Ол біздің мемлекеттілік тарихымыздың түп дерегі. Онда конституциялық мәнге ие ұстанымдар жатыр, түпкі ұстанымдар жатыр. Сол кезінде жазылған. Иә. Ал қандай? Сол жаңа мәңгілік ел деген сол тексте тұр. Содан жаңағы шабыт алып, мен сол өзім тарихшымын, өзім дерек танушымын. Бір жағынан осы ойыма сыймай кетті барлығы. Ашуым керек, оны қарапайым халыққа жеткізуім керек. Ол ғылыми қасаң әдебиетте біреу оқиды, біреу оқымайды оны. Оған деңгей керек. Әлбетте. Сондықтан оны жай көркем әдебиет үлгісінде халыққа Күлтегін ескерткішін, көне түркілік құндылықтарды, бабаларымыздың асыл мұратын, мәңгілік ел идеясын насихаттау мақсатында сол шығарманы жаздым. Өзіңіз айтып отырсыз ғой, енді шабыттандым деп, рухтандым деп. Енді кейбір жазушылар, кейбір ғалымдар айтып жатады, әр шығармаларда, романдарда 70-30 принципі болады дегендей. Яғни 70% шынайы тарихи дерек болса, 30% автордың өзінің шығармашылығынан, шабытынан туған дүние деп. Енді сіз өзіңіздің шығармашылықтарыңызда, өзіңіздің еңбектеріңізде бұл принцип қандай деңгейде? Көркем шығармаға байланысты ғой. Тарихи шығарма, тарихи көне әдебиет, мен өзі осы Алтын Ордаға дейінгі кезеңнен 3 роман жаздым. Құндар дәуірінен, көне түркі дәуірінен және Шыңғыс хан дәуірінен. Сондықтан мен мына Ілияс Есенберлин, Мағауин, Қабдеш Жұмаділ бағаларымыздың жасаған тарихи роман жанрын дамытушымын деп есептеймін өзімді. Және ол кісілер бармаған Алтын Ордаға дейінгі кезеңге қалам тартқан автормын. Менің берген сыбағам, үлесім оқырманға Алтын Ордаға дейінгі қазақ тарихын көркем шығармада, көркем әдебиетте кестелеу. Сол тарихты.
Сондықтан енді осындай шығармаларда мен өзім сол кезеңдердің тарихына, деректеріне көп зерттеп қараған адаммын. Енді мына көркем шығарма дегеннің өзі бір тарихи болған болмыстық оқырманға жеткізудің бір амалы, тәсілі. Біз фотосурет арқылы, болмаса кинофильмдер арқылы, мультфильмдер арқылы, анимациялық, тағы басқа театрлар арқылы, сахналық шығармалар арқылы жеткізіп жатамыз. Және жалпы көпшілік шығармалар арқылы, оқулықтар арқылы, академиялық жинақтар арқылы. Ал енді көркем шығармада сондай тарихты бүгінгі оқырманға жеткізудің, бүгінгі ұрпаққа жеткізудің бір амалы. Тұтас бір идеология да бар ғой мұнда. Сондықтан енді онда негізгі мақсат сол бір кезеңнің болмысын, ұсқынын оқырман санасында көркем тұрғыда елестету, әсер ету. Сол үшін онда тарихи шындық негіз болады. Менің өз принципім, тарихи шындық 70% болса, көркемдік компонент 30% болады деп ойлаймын. Ол қосымша кейіпкерлер, тарихи оқиғаларды бейнелеу үшін кейде бір қосымша кейіпкерлерге сүйенуге тура келеді. Міне. Қателеспесем, 2 жыл бұрын Қытайдың ғалымы Субэй Хайдан қазақтың жалпы тарихы атты еңбегін аудардыңыз, жарыққа шығардыңыз, тұсау кесілді. Енді осы сияқты жалпы қазақтың шекарасынан ар жағында шет мемлекеттерде қазақтың тарихына қатысты деректер, мұрағаттарда көп пе? Әрине. Біздің екі қанатымыз бар. Біздің тарихи, мәдени қарым-қатынасымыздың. Ол бірі орта ғасыр кезеңінде айтып отырмын. Ол бірі Қытай, бірі Иран, парсы мәдениеті. Ортасында күні Транссаксония, мына Орта Азиялық қос өзен мәдениеті, Тхарым мәдениеті деген мәдениеттер бізге әсер етті. Ол оңтүстіктен солтүстікке қарай вертикалды бағытта. Ал Қытай мен парсы мәдениеті горизонталды бағытта. Еуропа мәдениеті, Византия горизонталды әсер еткен мәдениеттер бізге. Біреу бұлай, біреу бұлай. Сондықтан мына бізге осы сыртқы мәдениеттің әсері болды. Ешқандай бір этнос, ешқандай бір мемлекет сыртпен байланыссыз өзі жеке дара қалыптасып дамымайды. Сондықтан біз осы отырған жерімізде ата-бабамыздан түрлі мәдениеттердің ықпалында дамығанбыз. Оны да көре білуіміз керек. Ол жазу мәдениетінің әсері, діни мәдениеттің әсері, экономикалық қарым-қатынастардың әсері, тағысын тағылар, саяси әсерлер. Сұрағымның жауабын айта кетейін. Сол бір бөлім деректеріміз мына парсы, араб деректерінде жатыр, Византия деректерінде, армян деректерінде жатса, енді бір бөлек деректеріміз біздің тарихымызға қатысты, ол Қытайда жатыр. Бүгінгі таңға дейін мәдени мұра, халық тарих толқынында деген сияқты әртүрлі мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде көптеген көне деректер біздің тарихымызға қатысты жинақталды. Бірақ оның барлығы толық деуге келмейді. Себебі көне Ордоста, ішкі Монғолияда, сыртқы Монғолияда, Моңғол Халық Республикасында, Шығыс Түркістанда қаншама біздің тарихымызды айғақтайтын тағы қосымша деректер жатыр. Ол ескерткіштер түрлі жазба материалдар әлі де біздің іздеуімізді, тауып алуымызды және зерттеуімізді күтіп жатыр деуге болады.
бар, талай деректер. Әсіресе қазақ хандығы дәуіріндегі қазақ хандығы мен Мәншин империясының қарым-қатынасына байланысты. Мәнжу империясының деректер әлі де толық зерттелген жоқ. Оның барлығы манжу тілінде жазылған. Оны біздің ғалымдарымыз зерттеп жатыр. Яғни процесс үстінде қазір. Әлі процесс кезінде. Деректану деген ғылым бар. Осы біздің қазақ қазір тарих жазғыш болып кетті көп. Әуесқой тарихшылар көбейіп кетті. Біз алдымен өзіміздің ұлттық тарихнамамызда деректану деген кезеңді жүйелеп алу, бастан өткізуіміз керек. Сол кезеңнен өтуіміз керек. Біздікі том-том тарихты жазып тастап алып береді. Мынаны қайтесің деп, мен жаздым деп. Оны көріп жүрміз. Ана жақта ғылым академиясы бар, мына жақта институттар бар, мына жақта жаңағы ғалымдар бар университетте. Олар жазбаған әлі ойлап жүрген дүниелерді бір көлденең бір әуесқой тарихшылар алады да интернеттен алып, анадан алып, мынадан алып, ақшасы бар, мәнсәпті билікте болған адамдар бұрын. Алды депутат болған кісілер. Жаңаша тарих жазады. Содан кейін ақшасы бар, билікке жеткен, байлықты топтаған, енді не қалды деп ойланатын сияқты. Осы мына ғылым білім саласына мен абырой табуым керек. Сондықтан ғалымдардың жазбаған дүниесін мен жазып тастауым керек. Сөйтіп енді мен осы саладан өзімді мойындатуым керек деп ойлайма. Сөйтіп алып келеді. Мынаны талқылаңдар, мынаған пікір білдіріңдер дейді. Оған біздің университеттер жүгіреді. Институттар солардың жұмысын талқылайды. Өйткені тәуелді. Тәуелді ақшаға, беделге, билікке тәуелді ғой біздердікі. Бұл масқара жағдай. Осындай талқылаудың бірнешеуі болды жақында. Мен атын атап түсін түстемей-ақ қояйын. Бұл масқара жағдай біздің тарихнамамыз үшін, ұлттық тарих ғылым үшін. Елдің шикілі пысылы нәрсесін алып келеді де ғалымдарға пікір беріңдер дейді. Жақсылап, мақтап сөйлеңдер дейді. Тіпті оның алды оқулыққа да кіріп кетіп жатыр әрбірден. Сонда қайда барамыз біз? Енді мұндай олқылыққа қалай тоқтау қоюға болады? Мемлекеттік деңгейде тоқтау қою керек болған. Министрлік қайда қарап отыр біздің? Ғылым білім министрлігі. Ол мына облыстық, аудандық деңгейдегі әңгімелер емес. Бұл министрлікке байланысты. Үкіметпен қаралатын дүниелер ғой. Тарих институттарына, университеттердегі ғылыми зерттеу орталықтары бар. Әр кезеңге байланысты. Соларға жекелеген тарихшылардың ар-намысына сол жерде отырған жаңағы басшылық қызметте отырған азаматтарға сын. Министрге сын. Бұл ұрпақты адастырамыз біз. Әркімнің әртүрлі жазғанын алып келіп біз мақұлдай берсек, не болады ертең? Кейбіреулі ұрулық тайпалық санадағы дүниелер. Ең қауіптісі. Ондағы қауіп неде? Ондағы қауіп жекелеген тұлғаларды алдыға шығару. Тіпті жекелеген тұлғалардың биліктегі орнын тарихи тұрғыдан орнықтыру. Осы жерде тарихта болмаған батырлар, тарихта болмаған хандар, билер шығып кетіп жатыр ғой баяғы. Шығып кетіп жатыр. Қайсы бірін айтамыз? Жақсы, жауабыңызға рахмет. Енді сіз Қазақстанда бертін көшіп келдіңіз егемендік алғаннан кейінгі. Оған дейін Қытайда туып өскен азаматсыз. Енді алғашқы еңбектеріңіз, алғашқы шығармаларыңыз сол жақта жарық көрді. Жалпы сол Қытай елінде, басқа елде осындай қазақылыққа байланысты рухты көтеретін, тектілікке қатысты дүниелерді жазуда мәселелер
қиындықтар жоқ қой бұндайда, қозғауда, бұндай тақырыптарға жолаудың өзін? Қытайдың реформа, ашық есік саясаты жолға қойылғалы, ар жағынан айтайық 20 жыл, бер жағынан мына ғасырдан 20 жыл, 40 жылдан астам уақыт болды. Осы 40 жылдың алғашқы 30 жылында жағдай жақсы болды. Ұлттық мәдениеттің өркендеуіне, салт дәстүрдің қалпына келуіне, қайта дамуына жағдай жасалды. Жылымық болды, жылымық жағдай болды, және ұлттық тарихи сананың оянуына жағдай жасалды. Азшылық ұлттардың да. Сол қатарда көптеген тарихи дүниелер, зерттеулер, әдеби шығармалар, мұралар, ұлттың фольклорына қатысты, ауыз әдебиеті мен этнографиясына қатысты көптеген дүниелер жарыққа шықты. Оны айтпауға болмайды. Бірақ кейінгі 10 жылдағы жағдай басқаша. Оны енді өздерің көріп біліп отырсыңдар. Тіпті сол алғашқы 30 жылда жарық көрген дүниелердің барлығы жиптеліп, жойып жіберілді қазір. Саяси сахнадағы мәселелер әсері. Қазақша кітаптардың барлығы өртелді. Діни кітаптан бастап. Қазақтың тарихына қатысты, мәдениетіне қатысты, дәстүріне қатысты, ұлттық рухани құндылықтарына қатысты дүниелердің барлығы кітап дүкендерінен алып, өртеліп тасталды. Өртеп жіберілді. Жас ұрпақ өз ана тілінде білім алу құқығынан айырылды. Жас ұрпақ қазір өз ана тілінде білім ала алмайды. Халықтың мыңдаған жылдардан бері қалыптасқан этно-мәдени ортасы бұзылды. Мінекей. Сондықтан енді ол жақтағы қазақтарға тек, егер саясат осылай жалғаса беретін болса, рухани жағынан тозып жоғалудан басқа жол қалған жоқ. Енді қазақылықтың қаймағы бұзылмаған ортада салт пен дәстүр сақталған өлкөдө туып өскен азаматсыз. Егемендік алғаннан кейін бері көшіп келдіңіз. Мұндағы қазақ пен сол жақтағы қазақтың тұрмысында, жалпы дәстүр өмірінде айырмашылықтар бар ма? Бар. Неге қол жеткіздік, неден айырылып қалыппыз біз? Қанша дегенмен екі жүйеде жасаған, екі мәдениеттің ықпалында өмір сүрген ұлт болдық та біз. Қытайдағы қазақтар Қытай мәдениетінің ықпалында жасап келді. Ан жақтағы қазақтар орыс мәдениетінің ықпалында жасады. Сондықтан бәрі де ұлттың тұрмыс тіршілігіне, менталитетіне, өмір сүру дағдысына, тіліне қатты әсер етті. Мысалы, тіл деген алайықшы. Қытай қазақтарының әдеби тілі мен Қазақстан қазақтарының әдеби тілі. Мен жазба тілді айтып отырмын, екеуі екі басқа. Сөздік керек екеуіне. Соншалықты алшақтық бар ма? Алшақтық бар. Оны қалай деңіз? Мұрат Әуезов Қытайда елші болып тұрған кезде мен бірінші рет сол кісіге кездесіп, мен бірінші рет елшіліктің осағасын аттаған қазақ екен. Содан сол кезде бір мемлекеттік іс сапар болды. Сол туралы «Жер мен Жырбау» газетінде шыққан мақаланы аударып беріңізші деді маған. Мен аударып алып барып ем, ол кісі түсінбеді. Сіз Қытайда қазақша аударып бердім. Сөйсем мен Қытай қазақтарының әдеби тілімен, жазба тілімен аударып бердім, хабар тілімен. Кейін мен мына Субиқайдың қазақтың мәдениет тарихы деген кітабын аудардым. Тұрсын Жұртбай редакциясын қарайтын болды. Содан мен аударған беттерімді Тұрсын Жұртбайға апарып бердім. Бір тарауын ба, екі тарауын. Сөйтіп Тұрсын Жұртбай қып-қызыл алағып сызып тастапты. Маған айтты: «Ей, бала,
сен тіл үйрен деді. Қандай тілді дедім, орыс тілін бе десем, жоқ, қазақ тілін үйрен деді маған. Түсінбей қалдыңыз? Түсінбей, қайда қазақ, мен қазақпын, қазақтың маған не қажеті бар, мен үйреніп десем, мына Қазақстан қазағының жазба әдеби тілін үйрен деді. Мейлі ол кімнің орыстың ықпалында қалыптасқан болса да үйренбесең, сен ертең мына жерде мақала, жұмыс, ғылыми жұмыс жаза алмайсың деді. Мен сені түсінем, бірақ сен мына тілді осы жақта қалыптасқан дағдымен жазбасаң, ана Қытайыңның ана жақтағы қазақтың сөзімен жазсаң, ешкім түсінбейді деді. Сөйтсе мен Қытайдағы өзімнің қалыптасқан тіліммен жазыппын, аударыппын әгін. Содан барып біз мына жақтан тіл үйрендік, айналайын. Қазақтың тілін үйрендік бірінші. Осы қазақтың жазба әдеби тілін үйрендік. Мен өзім осы келген қазақтың ішіндегі ең осы Қазақстанның жазба әдеби тілін толық меңгерген адаммын деп есептеймін өзімді. Бірақ сонда да баспагерлер, редакциядағылар кейде маған мына сөзіңізді түсінбедік қой ағай деп астын сызып қояды кейде. Сөйтсем әлі сол ана жақтағы тілдің ықпалында жүрмін. Бірақ ол екі ықпал. Біреуі дәстүрлі қазақилық қолданым, енді бірі Қытайдан сіңген қолданым. Кейбірі ұйғырдан сіңген қолданым. Содан мен әлі толық арыла алған жоқпын. Бірақ мен осы келген қазақтың ішінде әдеби жазба тілді едәуір толық меңгерген адаммын. Қазіргі таңда. Енді тарихшысыз ғой, мұрағаттармен көп жұмыс істейсіз, деректермен. Енді сізге бір кез келген таңдаған, қалаған, қол жеткізе алмай жүрген мұрағатыңызға жол ашылса, қайсына барар едіңіз? Қай мұрағаттың астан кестеген шығарып, осы тарихи деректерді қарар едіңіз? Түркі дәуірін қарар едім. Өйткені басқа кезеңнің өз мамандары бар енді. Қазақ-Қытай қарым-қатынасын зерттеп жүрген бізде Бақыт Еженқан деген ғалым бауырымыз бар. Жасы шамалас бізбен. Өте мықты маман. Сол кісі қазір өліп қалған манжу тілін зерттеп, үйреніп, сол архивтерді өз тікелей контактыда зерттеп жатыр. Әттең қол жеткізе алмай жүрмін деген дерек мұрағаттарыңыз бар ма сол жерге? Ол сол жерге барсам ғой шіркін, осы мұрағат, осы тарихты алып шығып, жатқа шығарайын. Манжу кезеңінің деректеріне байланысты көп жағдайда. Енді түркі дәуірінің мына Қытайдың ежелгі астанасы Сиянда қазіргі жатқан мұрағаттар әлі көп, көне. Тас мәтіндер, археологиялық мұрағаттар, тағы басқа, жерасты қабірлер, соларға әлі қол жетпей жүр. Бір барған мана 2004 жылы бір 15 күнде біраз жерін араладым, көрдім, бірақ әлі толық емес. Мен осы түркі дәуірін тереңірек ары қарай тағы да зерттесем деп өзім сондай ойым бар. Қазіргі еңбегіңіз, қазіргі жұмысыңыз қандай бағытта? Қазір енді менің жұмысым былай ғой. Мен өзі сабақ берем. Педагогикалық бағыт. Сабақ беру деген ол үлкен бір машақат. Дайындаласың. Оқу жұмыс бағдарламасын жасайсың. Есеп хат қағаздар. Силабус жасайсың. Содан кейін лекция комплексін дайындайсың, кешенін. Соны саған бір-екі пән емес, саған бір 10 шақты пән артық қояды ғой. Және ол жылда өзгеріп отырады. Негізгі бір-екі пәнім бар енді, беретін тұрақты. Содан басқа пәндер маған жылда өзгеріп отырады. Жылда жаңағыны аяқ астынан береді. Күзде. Оқу басталғалы жатқанда береді кейбір пәндерді. Өйткені жүктеме, мұғалімнің жүктемесін келген мұғалімнің жағдайына, келген балалардың, қабылданған балалардың санына қарай сол шешеді. Ол тұрақсыз нәрсе. Сонан жүктемені белгілеген уақытта кейбір пәндер ауысып кетеді. Соны жаңа пәндер
саған келіп қалған кезде сен соған дайындалуың керексің. Біздің уақытымыз сондай өтіп жатыр. Ғылыммен айналысуға мүмкіндік уақыт бар ма? Өте аз мүмкіндік бола бермейді көп жағдайда. Қазіргі таңда талап қиын. Мен саған айтайын. Қазір бір монография жазғаннан бір мақала жазған артық болып кетті. Қазір мына әлемдік рейтингтегі журналдарда жазбасаң, ол мақалаң есеп емес. Және мынау ұлттық аттестациялық комиссияның белгілеген журналдары бар. Кексон дейді. Сонда жазуың керек, тым құрғанда. Олардың да талаптары күшейді қазір. Олардың да талабы күшейді. Шараптамасы күшейді қазір. Бұрынғыдай, бұрын бір тақырыбын қоя салып, бір мақаланы 5-6 бет суылдатып жаза салып, бере салсаң мақалаң шықты дейтінсің ғой. Ол есеп емес қазір. Дәйектемең болу керек, ғылыми нәтижең болу керек, жаңалығың болу керек ол мақалада. Сондықтан бір мақала жазу үшін қазір көп отыруға тура келді. Және сенің рейтингіңді айқындаған кезде сенің қанша кітап жазғаның емес, қанша мақала жазғаныңмен қарайтын болды осы күнде. Сондықтан менің бір шетелде оқып келген достарым айтады, түге кітап жазғанша мақала жазыңыз деп. Сол тиімді ғой қазір. Өйткені монографияға 1-ақ балл береді, жалғыз балл. Ал шетелде шыққан мақалаңа 10 балл береді. Жаңағы инфофактор журналдарында, жаңағы Web of Science дейді, сондай журналдарда, рейтинговый журналдарда шығарған мақалаң рейтинг әлдеқайда жоғары. Жақсы түсінікті. Сондықтан бір мақала жазу үшін сенің 2-3 ай уақытың кетеді. Ізденуің керек, және ғылыми дәйектерің күшті болу керек. Ғылым жайлы сөз қозғап отырсыз ғой аға. Бағдарламамызды қорытындылауға таяп келеді. Енді өзіңіз ізіңізді басып келе жатқан жас ғалымдарға, осы саланы меңгерем дегендерге қандай тілек, ниетіңіз бар? Дұрыс айтасың. Осы қазіргі жастар мынау тарих саласынан бітіріп жатқандар әсіресе, шығыстану саласынан, түркология саласынан, алтайтану бағытында қазіргі балаларда бір оңай тақырыптарға қарай бой ұру басым. Өйткені жан қинамау керек. Ал анау фундаменталды тақырыптар болады бір. Әсіресе ерте заман, орта ғасыр кезеңдеріндегі тарихи жәдігерлерге байланысты зерттеулер, тарихқа байланысты зерттеулер, деректанулық зерттеулер жағына жастар бара бермейді. Бұл енді қиын жағдай болып тұр қазіргі кезде. Сондықтан ғой жаңағындай қаншама мұралар зерттелмей жатыр. Ізденіс, еңбек айтарыңыз. Ізденіс, еңбек керек. Сен қаншама жаныңды қинап жұмыс істесең, сонша нәтиже шығарасың. Ел бармаған, тісі батпаған салалардан сен нәтиже шығарсаң, ертең сенің ғылымдағы жолың ашық болады. Енді Тұрсынхан аға, өзіңіз бүгін бізге берген сүбелі сұхбатыңызға көп рахмет айтамыз. Келіп тұрыңыз, келген бойда біз де өзіміздің студиямызға шақырып тұрамыз. Енді біздің көрерменге айтар тілегіңіз болса. Алтай телеарнасының көрермендеріне айтарым, еліміздің жасыл нұлы жайқын өлкесі, ерке ертісіміздің ұзын аққан жағасындағы өлбенің құндағындағы осы тамаша өлкеміз күннен күнге көркейе берсін. Алтай телеарнасы өзінің әртүрлі мазмұндағы жаңашыл бағдарламаларымен көрермендерін өзіне тарта берсін. Алтай телеарнасы өзінің толыққанды дербес, тәуелсіз осы аймақтың өзінің тың проблемаларын көтеретін жедел ақпараттарға тола берсін. Мен осы журналистерге үлкен табыс тілеймін. Алтайымыз осы шығыс өлкесі гүлдене берсін. Жақсы, көп рахмет сізге. Аман сау болыңыз. Құрметті көрермен, кейіпкердің бүгінгі шығарылымы осымен тәмам. Аман сау болыңыздар.